Білім айнасы жобасы аясында біз Ордабасы ауданының балабақшаларына арнайы сапар жасап, олардың жұмысымен таныстық. Бұл білім ошақтары шағын бүлдіршіндердің алғашқы білім мен тәрбиенің іргетасын қалап, олардың бойына ізгілік, достық, шығармашылық және әлеуметтік дағдыларды сіңіретін орындар. Әр балабақша өзінің ерекше әдістерімен, заманауи ойын алаңдарымен, шығармашылық залдарымен ерекшеленеді. Ал тәрбиешілердің шеберлігі мен махаббаты балалардың дамуына маңызды ықпал етеді. Ордабасы ауданына қарасты Балбөбек бөбекжай балабақшасы шағын бүлдіршіндердің білім мен тәрбиенің алғашқы қадамдарын жасайтын ерекше мекеме. Мұнда 19 педагог пен 140 бала тәрбиеленіп, олардың дамуына барлық жағдай жасалған. 2022 жылдан бастап балабақша құзыретті орталық мәртебесіне иеленіп, заманауи әдістер мен инновациялық тәсілдер арқылы балалардың қабілеттерін дамытумен айналысады. Түркістан облысы Ордабасы ауданының білім бөліміне қарасты Балбөбек бөбекжай балабақшасы мемлекеттік мекемеміз. 2014 жылы балабақша іске қосылған. Қазіргі таңда балабақшамызда 140 бала тәрбиеленеді. Ұжымда 19 педагог кадрымыз жұмыс жасайды. Оның ішінде психологымыз бар, әдіскеріміз бар, музыка жетекшісі, би жетекшісі және 6 топ қамтылған балабақшада. Сол 6 топта 6 тәрбиеші жұмыс жасайды. 2022 жылы оқу ағарту министрлігі бұйрығыменен біз құзыретті орталық болып бекітілдік. Сол ұжымда жаңағы балаларға сапалы білім мен өнегелі тәрбие берудің арқасында еңбекпенен 2025 жылы үздік балабақша атағына ие болдық. Енді балабақшамызда баланың жас ерекшелігіне және балалардың қызығушылығына қарай үйірмелер ұйымдастырылған. Шахмат үйірмесі бар, әдеп үйірмесі бар, интеллектум, фастракитс, болашаққа жылдам қадам, робототехника үйірмелеріміз бар. Баланың тұлға болып қалыптасуына алғашқы тәрбие балабақша қабырғасынан басталады. Біз баланы тек біліммен ғана қаруландырып қоймай, оның рухани, адамгершілік, ізгілік жағынан да тәрбие береміз. 2025 жылдан бастап жаңа оқу жылында адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы жүзеге асып келеді. Қазіргі уақытта біз білім беру процесінде интерактивті технологияларды ойын арқылы оқытуды кеңінен қолданып келеміз. Және бұл үйірмелерде сол балалардың логикалық ойлау қабілеттерін, шығармашылық қабілеттерін дамытамыз. Ата-аналармен тығыз жұмыс атқарылады. Жүйелі түрде ата-аналар жиналысы, ашық есік күндері ұйымдастырылған іс-әрекеттерге тарту ата-аналарменен. Енді баланың тәрбиесі тек бір ғана мекемемен жүзеге аспайды, сол ата-анамен ашық диалог орнатуға барынша тырысамыз. Педагог кадрларымыз жылда кәсіби біліктілігін арттырып тұрады. 3 жылда бір рет. Барлық педагог кадрлар кәсіби біліктілігін арттырған қазіргі таңда. Педагог сарапшыларымыз, 2 педагог сарапшымыз бар, 10 педагог модераторымыз бар. Барлық біздегі қызметкерлер, дене шынықтыру нұсқаушысы, психологымыз Калимбетова Жайна апай, дене шынықтыру нұсқаушысы Алимбаева Кабира апайымыз былтыр 2024 жылы осы республикалық оқу ағарту министрлігінен алғыс хаттары бар. Атаулы күндерге байланысты жиі іс-шаралар өтіп тұрады. Қазір енді біз құзыретті орталық болғандықтан айына 2 іс-шарадан өтіп тұрамыз. Ол іс-шараға осы аудан орталығындағы, осы ауданның білім бөліміне қарасты барлық балабақша ұйымдарының қызметкерлерін қатыстыруменен, көбінесе жаңа жас мамандардың тартуыменен сол іс-шаралар өтіп тұрады. Тәжірибе алмасып, өзіміздің әдіс-тәсілдерімізбен бөлісіп тұрамыз. Жалпы бала таңда келеді бұндан, жалпы балдардың бір күні қалай жоспарланған? Соны айтып кетіңізші. Балабақшада
күн тәртібі бекітілген. Сол күн тәртіпке байланысты таңертеңгі қабылдаудан бастап таңғы ас, жаңағы түскі ас, бесін ас беріледі, 3 мезгіл тамақтандырылады балалар. Балалар балабақшада қызықты күндерін өткізеді, былайша айтқанда. Енді біздің ұстанымыз сол балаларға бақытты балалық шақ сыйлау, мейірмен тәрбие сол ұйымдастыру осы ұйымда. Балалар қай уақыттар жаңағыдай үйірмелерге қатысады, сабақтар оқиды, түрлі ойындар қай кездерде ойнайды? Өзі кесте бойынша, бекітілген кесте бойынша ұйымдастырылған іс-әрекеттер өтіледі. Үйірмелер сол түскі уақыттан кейінгі бос кезде ұйымдастырылады. Бір қызым, 2 ұлым бар. Барлығымыз қызмет жасайтын тәрбиешілердің де көбісі ана. Енді барлық балабақшаға келетін баланы өз баламыздай көріп, барлық мейірімдерін төгіп, тәрбиешілеріміз жұмыс жасап келе жатыр. Енді өзім де ұйымдастырылған іс-әрекеттерге, өтілетін ертеңгіліктерге жиі қатысып ұйымдастырып тұрамыз бірге. Балалардың таңғы келуінен, осы балабақшаға келгеннен қуанып келе жатқандарын ата-аналарымыз да әйтеуір осы барлық жылы сөздерін, тәрбиешілердің еңбектерін бағалап, рахметтерін айтып отырады. Балабақшада жасыл балабақша жобасы бойынша жылыжай, аквапоника бар. Жаңа көрсеңіздер, аквапониканың ішінде балықтар мен өсімдіктердің өзара әрекеттесуі, ол жерде балықтың қалай тамақтануы бойынша балалар өз тәжірибелерінен қарастырып көреді. Жылыжайда да балалар өз қолдарымен сол жерге жаңа дәнді дақылды егіп, соның өсуін бақылап, оларға күнделікті жаңа қамқорлығын көрсетіп, өздерінің жаңағы табиғатқа деген қамқорлықтарын солай жетілдіріп жатыр. Мен де балабақша өміріне бірден басшылыққа келген жоқпын. Сатылап, тәрбиешілік қызметтен бастадым, одан әдіскер болдым. Одан қазір 5 жыл болды, меңгерушілік қызметті атқарып келем. Енді бұл жердегі тәрбиешілер де енді барлық тәрбиешілердің әрқайсысының бір отбасы бар, өздерінің мұңдары болады, өздерінің қуаныштары болады, соларменен бөлісіп, осы бір отбасыдай осындай еңбекпенен ата-аналардың алғысына бөленіп келеміз. Осы құзыретті орталық болып бекітілгелі, кешегі жаңа айтып жатырмын ғой, еңбекпенен үздік балабақша атағын иелендік. Оның бәрі осы балабақша қызметкерлерінің бір отбасыдай ынтымақтасып жұмыс істеуінің арқасында, еңбектенуінің арқасында. Барлық қызметкерлеріме алғыс айтамын, ынтымақтастықпен қызмет атқарып келе жатқанына. Балабақшада республика күніне орай мерекелік іс-шара ұйымдастырылған екен. Біз балалардың өнерін тамашалап, олардың өнерге деген сүйіспеншілігі мен шығармашылық қабілеттерін өз көзімізбен көрдік. Бұл сәт мерекенің мерейін арттырып, кішкентай тәрбиеленушілердің белсенділігін, қуанышын сезінуге мүмкіндік берді. Senin başa kazanmış, kutluk senin kazanmış. Kutluk olsun kazan, sıkı günü boy, milliyetlerimsiz kazanın önü boy. Amanımge tanıdanım, şoğal manol bağdağıtın. Gelmedesin kolumda, dağlak su konağın, egemenlik elimde. Sarkımraytın kuatım, sevimsin Kazak'tan. Мәңгі соғып тұратын жүрегімсің Қазақстан. Атаққа демін, айта өсін дансын, көк байрағын жүріз егеменнен. Ордабасы ауданына қарасты Қанткүл ана балабақшасы. Мұнда 200-ге жуық бала тәрбиеленетін заманауи білім ордасы.
Бұл жекеменшік балабақша заман талабына сай жабдықталған, ауласы кең әрі қауіпсіз. Мұнда балалардың дамуына бағытталған түрлі шығармашылық және оқу білім шаралары тұрақты түрде ұйымдастырылып, олардың қиялы мен қабілеттерін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Ордабасы аудандық білім бөліміне қарасты Қамтүлана Көбекжай балабақшасының меңгерушісімін. Жалпы біздің балабақша 2019 жылы қараша айында іске қосылды. Жалпы салыну құрылысы 2018 жылы жаз айында басталды. Жылдан аса уақыт құрылыс ғимараты салынып жасалынды. Жалпы бұл балабақша іске қосылғанға дейін ауылымызда балабақша болған жоқ. Көрші ауылдарда да балабақша болған жоқ. Бала кезімізден бір ауылымызда балабақша болса екен деген арманмен өстік. Кейін есейе келе, білім жолын қуып, қызметке араласып, басқа көрші аудандарға қызметке кетіп қалсақ та, ауылымыз есімізден шықпай жүрді. Бір балабақша керек қой деген. Өйткені ауылдағы ел ағалары, жеңгелеріміз, үлкен аналарымыз жиналған жерде, бір көпшілік орындарда бас қоса қалсақ, ауылымызға балабақша керектігін алға тартып отыратын үнемі. Соған біздің отбасыға қолқа салып, оқудың, білімнің, жалпы бала тәрбиелеудің мамандысыңдар ғой. Сендер неге бір ортадан туысқандар ауылымызға балабақша салып, соны іске қоспасқа деген жеңгелеріміз қолқа салды. Балаларымыз кішкене білім тәрбиеге кішкентай үйренсе, ұлттық құндылықтарды кішкентайынан бойына сіңіріп өссе екен. Сондай-ақ оқып, ауылда дипломмен отырып қалған келіндеріміз бар. Ауылда бір ғана мектеп қой, барлығын жұмыспен қамти алмайды ғой. Балабақша ашылса, келіндеріміз де жұмысқа тартылар еді деген ой салды. Сол ойды дұрыс екенін ұйғардықта ағаны, әпке, қарындас, сіңлі бәріміз ойласып, ортадан осы ғимаратты тұрғыздық. Әрине оған біз қуаныштымыз. Өйткені біз елдің алғысына бөленіп жатырмыз. Әр бала келгенде бізге ата-ананың көзінде қуаныш ойнайды. Кейде бір балалар толық болып қалған жағдайда ата-аналардың өтініп, келе берсінші, үйрене берсінші жақсы нәрсені деген тілегін біз тастай алмаймыз көңілін. Балаларды қуана қарсы аламыз. Балалар келгенде ештеңе білмей келеді ғой. Ештеңе білмей, әлі сөйлей алмай келеді 2 жасынан бізге. Сол балалардың бұлдырлаған тілінің шыққаны, әрбір сөзді күніге үйреніп жатқаны біздің тәрбиешілердің үлкен еңбегі. Балабақшаның тәрбиешілердің жұмысы өте оңайға соқпайды. Әр топтағы 25 баланы жұбату, оны өнерге үйрету, спортқа бейімдеу, жазу, сызу, жапсырма жасату, әрбір тірлікке үйрету үлкен еңбек талап етеді. Осындай балабақшамызда жалпы 7 топ бар. 14 тәрбиеші бар. Жалпы 40-қа жуық адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Ауылда тағы бір қиындық, бір ғана мектеп бар ауылда, ал жұмысқа тартылмай, жұмысты қажет етіп отқан отбасында қаншама жас мамандар бар. Келіндер, балдар, жігіттер, мысалы. Мүмкіндігінше сол 40 адамды да жұмыспен қамтуға тырысып, жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Жалпы типтік үлгідегі салынған балабақша. Жалпы топтың бәрі таза, үлкен, әр балаға орынның сыйымдылығы, жатын орны, төсек орны бәрі қамтамасыз етілген. Спорт залымыз бар, балалардың өнерін көрсететін акт залымыз бар. Даладағы ойын алаңы да талапқа сай салынған. Жазда сауықтыру алаңында да жазғы маусымға байланысты жұмыстар жасалынып жатады өз кезегімен. Біз жалпы ұлттық құндылықтарды балалардың бойына сіңіріп, адамгершілікке мол, жан-жақты баланың кішкентай іргетасын осы балабақшадан бастап қалап жатқан адам жанының шеберлеріміз. Біз солай мақтан аламыз. Елдің ішінде осы біздің балабақшаның
адресіне барлығы алғысын жаудырып жатады. Барлығын келген ата-ананың көңілін қалдырмай, балаларды алып, өзінің әр жасына байланысты топтарына қосып, үйретіп жатамыз. Балалар кішкентай тіпті сөйлей алмай келеді ғой бізге. Қиындығы сол, әлі балалар памперспен келеді бізге, айтып та сөйлей алмай жатады. Соның бәрін әр есейіп, әр топқа өзінің жасымен, әр топқа сатылап шығарып отырамыз. Мектеп алды даярлық тобына дайындап, тобымыз бар, одан кейін мектепке шығарып саламыз. Мектеппен арада байланыс жасап отырамыз. Кеткен балаларымыздың ары қарай мектепте қалай оқып жатыр дегенде тәрбиешілеріміз байланыс жасап отырады. Мектептің ұстаздарының тарапынан балаларымыз барғанда өте жазу жазып келді, біліп келді, көп нәрсені үйреніп келді деген алғысында айтып жатады. Жалпы енді келген жаңа айтып жатсыз ғой қиыншылықтарды, балдардың әрбір үйдің еркесі болып келеді, әрине балалар ерке. Бірінші келгенде ол бөтен ортаға түспеген бала ғой. Келгенде 2-3 күн жылайды, ол тәрбиешілер мен тәрбиешінің көмекшілерінің еңбегі орасан. Сол балдарды көтеріп, ортаға үйрету, бейімдеудің өзі кішкене біраз уақыт алады. Өте жауапкершілік талап ететін жұмыс. Алғысы да мол, жауапкершілігі де мол, алатын алғысы да мол жұмыс қой бұл жан-жақта. Жалпы балабақшада қазір би үйірмелері балаларға жаңағы спортта бар шығар, Бар, үйірмелеріміз бар. Біздің сазгеріміз де бар. Балаларды ән айтуға, жалпы музыкалық аспаппен сүйемелдеп ән айтуға бейімдеп жаттықтырып жатады. Біздің саз жетекшіміз де бар, спорт жетекшіміз де бар. Жалпы мамандарымыз толық біздің. Медбикеміз бар, психолог бар, маманның бәрі жеткілікті. Жалпы қаншалықты атаулы күндерге бір шаралар өткізіп тұрасыздар балдармен? Барлық атаулы күндер қорғалмайды бізде. Барлық атаулы күндер. Қазір мысалы алтын күз мерекесін топ бірінен кейін бір күнге өтіп жатыр. Республика күніне байланысты өтіп жатыр. Білім күніне байланысты өтеді. Барлық атаулы күндерге ешқандай құрғалмаймыз. Сосын бізде бейсенбі ұлттық құндылықтар күні болып аталады. Ол күні біз барлығымыз ұлттық киім үлгісін киіп, балаларды да солай киіндіріп, өзіміз қызметкеріміз де солай киіндіріп, біздің әрбір қазақтың ұлттық құндылықтарына тоқталып, соның кішкентайынан бойына сіңіруге қалыптасқанбыз. Ол күні де ұлттық тағам береміз балаларға. Оны таныстыру, оның жасалуы, оның құндылығы, қадір-қасиеті, оны жан-жақты айту әрине үлкен жауапкершілікті, жан-жақты білімді талап етеді. Жалпы мұндағы тәрбиешілердің жалпы біліктілік санаттарына тоқталып кетіңізші, қаншалықты жиі оқудан өтіп тұрады, Ол мезгілінде 3 жыл сайын керек болып жатса, 3 жылдан аспай біліктілік санаттарынан, курстардан өтіп тұрады. Міндетті түрде ол білім бөлімінің қадағалауында, ол бізге ескертіліп, осы графиктерге қойып, әр өзінің уақытысының келгеніне байланысты этап-этаппен өткізіп отырамыз курстардан. Өтпей қалу, жылдар асып кету деген жоқ. Содан кейін әрине медбикеміз бар. Балалардың да, қызметкерлердің де медициналық тексеруден өтіп тұруы уақыты асып кетпеуі, оның бәрі жолға қойылған. Жоғарыда айтылғандай, бұл балабақшаның ашылуын ел ұзақ күткен. Бұрынғы уақытта ауылда балабақша болмағандықтан ата-аналар балаларын білім мен тәрбие алатын жер іздеуге мәжбүр еді. Енді ашылған балабақша тек балаларды тәрбиелеумен, оқытумен ғана емес, ауылдағы жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге де үлкен үлес қосып отыр. Жаңа орындары ашылып, жергілікті тұрғындарға еңбек мүмкіндіктері туды. Күнде бас болсаң арқалар, сенде бір кірпіш денеге кетігін таптау арқалар.
қайрат пен ақылды ортаға санада қоғамға әдет пен сабақтыңдауға сұрдағы тұрыңыз. Бастапқы етеп соңғысыз біте қазаққа алдын жауын артымыз бара жерім қай жаққа. Түркістан екі дүние соғын ғой, Түркістан ер түрік дүние соғын ғой, тамаша Түркістан да жерде туған, түріктің тәуірі деген есімесі ғой. Ордабасы ауданындағы балабақшалар ел ертеңінің іргетасын қалаушы, ұрпақ тәрбиесінің алғашқы баспалдағы. Балбөбек жай балабақшасы мен Қанткүл ана балабақшасы заман талабына сай жабдықталып, балалардың жан-жақты дамуына жағдай жасап отыр. Әр ұжым өз ісіне жауапкершілікпен қарап, сапалы тәрбие мен қамқорлықты үйлестіре білген. Мұнда игі бастамалар ауданның әлеуметтік және рухани дамуына айтарлықтай үлес қосуда.